Адамларды айырады ғой. Сен байсаң, сен камбағалсаң дегендей. Hamманы бірдей көруін қалаймын да. Сол ұлыма менің өмірімде мейірбалық үйіне тапсырғалы бері көрмеген анам көбірек маған зиян берген. Мейірбалық үйінде тәрбиеланғанды ұялмаймын, себебі осындай дәрежеде жүріппін. Hamma narsa yaxshilikdir. Hech narsadan nolinmas kerak. Bo'ldimi? Bo'lar ish bo'ldi. Prezident tomonidan Taqatash rayonidan bir kontli uy berildi. Xudoy taolo o'zi yetiraveradi ekan. Nov qo'ysang ham maqsadingni, yaxshi niyating bo'lsa, hammasini yetiraveradi ekan. İctimai himoya bizler jayman ta'minladi, muammoga kirgizib berdi. Turmuş qurib, перзентлі болатын болсаңыз, сол перзенттен уаз кешетін болсаңыз, turmuş qurmауды мәслихат беремін. Men ismim Atchan Farhadbay, Urgan shahrida tug'ilganman. Opam bilan akam men tug'ilgandan keyin ikkisi ajrashib ketganlar. Akamni taniyman, adini, familiyasini полностью bilmayman. Opam matematika bo'lib bizani baqqan. Sexda ishlardi, non sexda. Kechish smenada ishlardi, bir vaqtlari bizlar ham borar edik. Opam ham yordamlashmoqdan. Qaror ochib qo'yar edi. Opam aytar edik. Opam bizani non yeyasimizga tutdimi? Opam pishirib turgan nondan berar edi. Shu kunlar achaman yodimdan chiqmaydi. Eng so'vintirib eslaydigan moment shudan. Men Uzaqbergen Berдaq Жеңісбайұлы 2005 жылы 28 июнда Нүкіс қаласында туылғанмын. Жаслығымызда бәріміз бірге жасайтын едік. Сол уақытларда Қазақстанда жұмыс шықты деді анам. Сол жаққа кететін болды. Мамамның мамасы әжеммен бірге болдық. Сіңлім екеумізді әжем пенсиясымен бақты. Үйде бағуға шарайы жоқ болғаннан кейін мені анам әкеп кеткеннен кейін қайттан Қазақстанға кетіп қалғанды. Мен және шетелге барып жұмыс істеп келмесем болмай тұрыпты. Әй, балаңа кім қарайды? Енді сол Бердақта мейірбалық үйіне берсек, сіз қалай қарайсыз? Не? Әкесі тірі, шешесі тірі жетім қылажақсыз. Ал мына ел жұрт не қылдайды? Қоңыз қоба не қылдайды? Ағайын туған не қылдайды? Әкесі шешесінің тірі болғанның пайдасы не? Ау әкесінің жүрсі анау. Мен әйел басы менен жұмыс істеп келмесем болмай тұрды енді. Әй, баға алмайды екенсің, дүнияға неге келтірдің? Енді соған шетелге барып жұмыс істеп ақша тауып қайтуым керек емес пе? Білмеймін. Осы кезге шекем қарастым, ендігі жағында қарамаймын. Мен үшін туғаным жоқ. Керек пе бала? Өзің бақ. Сіңлім кішкентай еді, ол түсінбейтін еді. Мен ажағам сол есіткенбіз. Мен бірақ сол уақытта бақырмағанмын, неғымағанмын. Себебі мен жағдайымызды түсінгенмен да. Сол жетіспеушіліктен кейін, дұрысы жасалмай жатқанымыздан кейін, жеп-жеміз қиын болғаннан кейін соны түсінгенмен көзіме жас келген, бірақ жылай алмағанмын сол уақытта. 2016 жыл август айында мейірбалық үйіне апарып тапсырды. Бірақ еш ұлыма анам келмеген, сол кеткелі бері. Ұлыма қайтып көрмеген мен ұсаққа дейін. Ең көп сол анам сағынғанмын. Өмірде ең қатты жақсы көрген адамым сол анам еді. Hayat qiziqarli narsa ekan. Hayotning qiyinchiliklari, kelsa hayotda o'tadigan bosqichma-bosqich keladigan narsalar qiziqarli ekan. 3-klass o'tgandan keyin opam Rossiyadan keldi. Akam bilan meni o'zi bilan Rossiyaga ketdi. Общежитda ishladik onda, arenda. Azangi 7dan do 6gacha уборщица bo'lib ishladi. 7dan do 10gacha посудомойщица bo'lib ishladi. Kibolani baqish o'zi bo'lmaydi-da. Uni maktabdan pul berish kerak. Uni giyintirish kerak, yeb ichirish kerak. Chet elda yurib baqish bu вообще problema narsa. Opam ki ishda ishlab bizani baqqani uchun halol mehnat bilan baqqani uchun men opamni hurmat etaman. Музыкальныймен шұғыланам, спортпен арасында. 2-ші класс кездерінде бір шорамен қоласқа шақ ойнап жүрем, жасырын башақ па, кітап оқым ғой. Сөйтіп білмей қалып музыкальный кіріп қалғам ғой. Сөйтіп қарасам, андай деп инструментлер тұрған екен де, ішінде барабан, анау. Барабан шертіп отырым, кейін мұғалім келіп қалады. Сенде андай затлар жақсы екен, слух жақсы екен, сондай дейді.
Sütüp sen ansamblga qo'shsam, үйренсем, men shagirdim bo'lasan-ba deydi. No, harakat etib ko'ring dedim. Aytib men muzikalniga kirib ketdim. Mamam men papam ajrasib ketgan sebepli, mamam Moskvada, Qozog'istonda жұмысқа ketетін edi. Сол mamam biz yerде, сол жаңа дайыма тастап кететін еді да. Ажырасқан екен білем. Қашан ажырасқандан білмеймін. О ажырасқалы бері ақырғамада қашан көрдім. Айтып Қытай уақытында көрдім ғой. Ішетін еді ғой, короче. Андай алкоголь ішетін еді. Кейін мамамдікі ұратын беді, сондай еді. Содан кейін может ажырасып кеткен шығар. Мехрибалық үйінде өскеннен кейін адамдар саған басқаша көзқараста қарайды да. Мынау мехрибалық үйдің баласы ғой. Дайымның қатында десем күрүү болып кете ма? Тоға. Дайымның келіншегі ма апарып тастаған шығар. Енді ол кез мен Қытайын анығын ести алмаймын. Сол ол кез Қытай болғам, енді мамам сағынған, жылаған. Кейін әсте сен үйренісіп кетесің жалғыздыққа дегенде. Мен 2013 жыл детдомға келген кез олар танымайтын ем, потому что олар жоқ еді. Кейін 2016-та ма келген шығар олар. Сол музыка тарапынан таныс қалғанбыз ғой. Мамамның қолында қалғанмын, мамам біздерді бағалмағаннан кейін біздерді дамком мехрибалық үйіне апарып жайғастырған. Мен өзім мехрибалық үйіне жайғасқаннан кейін үкелерім келеді, үкелеріме өзім тақам ана болып қарайды ойнаймын. Бірінші барғанда үйіңде ата-анаңды сағынасам, бірінші барғанда. Одан кейін уақыт өткеннен кейін бәрі үйренісіп кетесің ғой. Одан кейін арасында келіп тұратын еді көруге біздерді. Бірақ өзімізден бір кезде көруді қаламайтын ек. Екінші адам, басқа адам тұрмысқа шығып кеткен. Негізі қате, бірақ енді әркімнің жағдайы әртүрлі. Біреу бағалады, біреу бағалмайды. Бағалмаса көшеде қалады бәрібір. Көшеде қалған орны мехрибалық үйіне барса, күтеді тәрбие алады. Өзіне керек өнерді үйренеді. Олардай болмаймыз ғой, сразу өзіміздің басымыздан өтті ондай сәт. Көрдік ата-анасыздық қандай болатынын. Құдай қаласа ондай болмайды өзімізде. Өзіміз тәрбиелеп, өзіміз үлкейтеміз, Құдай қаласа балаларымыз. Абдулазиз Бердақпен сол мехрибалық үйінде ансамбльде танысқанмын. Ансамбльде ойнағанбыз, сол кезде біріміз танысып, достасқанбыз. Сол мехрибалық үйіне барған уақытта тазадан бала келді деп, көліне тимеуге әрекет етіп, сондай қылып жақсы етбарымен қарайды да ең басында. Сол арадан уақыт өткенде өзіңем үйренсем кетесің, түрлі жарыстарға қатынасып тұратығын едік. Солардың ішінде Кемалік Юлдызлар фестивалына да қатынасқанбыз. Сол бір мәрте гран-приді ұтып алғанбыз, бір мәрте бірінші орынды алғанбыз. Егер өзім қосық жазып шығаратын болсам, адамлардың рухы көтерілетіндей қосықты айтқан болар едім. Мен көпрок yaxshilik etishi netaradi, aytaradi. Ko'chada uy yo'qlar yuradi-ku Rossiyada. Ko'p kafeda o'tirsak, например, bir narsa yeb ichib o'tiribmiz. Kashlarga mapar deradi. Shu 50 rublni va shu odamga berganlaradi. Buna o'zim bir narsa olib bersam bo'lmaymi deradi. Bir rizqni Xudoy taolo buning uchun berib turibdi. Men bo'lmasam bunga yetiradi. Birovdan bo'lsam. Hozir menni yetirib turibdi deradi. Har doim opam yaxshilik qilardi. Bir yıl mektebe barmadım ben. Bir yıl mektebe barmadım. Rusçanı bilmesedim polni. Вообще tushunmasadim Rusça ne bu harflerini bilmesedim. Keyin esa astan Rusçani o'rganib başladım. Rossiyada ustoz aytaradi. Seni balan başkalardan
ne tuttu, kalış tuttu derdi. Podkursa barardım. Rus tili bilen matematikaya barardım. У вас у всех есть шанс, чтобы развиться. Но смотрите, Apam şu başlıkta уборщица bo'lib ishlab yurgan yerinden boşayıp ketdi. Apam aytdi, "Men sog'liqimda olgan men deb beradi." Keyin повар bo'lib ishlaydi. Apam pishirgan ovqati mazaliroq boradi-da. Boshqa birovlar pishirgandan ko'ra ko'p narsani sog'onaman. U vaqtda men u narsalar qadridan yetmasadim-da. Shuning bo'ladi ekan. Hamma narsani yo'qotgandan keyin qadrina yetib eslab yursan ekan-da. Keyin esa po'rchilikka ishladim. Chak-chaka. Upakovka taradim, keyin esa chak-chakni bo'liradim. 3-chakni qozonlarda chak-chak pishirardim. O'qishdan keyin men o'qishim 8:30 dan do 2gacha bo'lar edi. 2 dan keyin men avtobusga minib, uyga bormayman. Avtobusga minib, ishga borar edim. Her gündalik pulni kunda olar edim. Boshqalar 1100 so'm oladigan bo'lsa, men 1400 so'm rubl olar edim. 1400 rubl. Men her gün olgan pulimni ish qo'limda olib borar edim. Apa yana pul. Men ishlaganimda ham so'naradi. Men shunda desa, men ishlasam, uning prostoy etib ishlamayman-da. Bor kuchimni shunga sarflayman. Hayot shunday-da, risk olish kerak. Keyin bana qaytdik. Opam bilan. Granitsadan o'tish dim problema bo'ldi. Shu granitsadan o'tgandan keyin 2 kunda geldik. Rossiyadan 2 kunda geldik. Tez geldik. Sırası apama aytdim. Apa, o netiş gerek, lecheniya etish kerak. Keyin esa shahar больницаga bordilar. Lekin Wanda rak kasalligini davolamaydi-ku. Keyin apamdan so'radim, "Apa, ish bo'lib turibdi, normalnimi? Yaxshi xudo shukr balam." deradi. Prosto meni aldash uchun-da. Ең жақсы көрген нәрсем бұл раскөйлік. Рассатты жасырмастан айту. Өтірік айтсаң бәрібір 40 күнде ашкар болады деген нақылам бар ғой кісілерде. Саған қатты тәсір етуін қалемедім, соң үшін айтпап едім, ондай заттар болмайды да. Рассатты айту керек. Анам тарапынан сол ең үлкен жалғанды естіген. Сені қайтып келіп алып кетемін, кейін бірге жасаймыз деген. Перзентлеріне уақыт кешкеннен кейін сол перзентлері кішкене уақытында көп заттар түсінбеуі мүмкін. Бара-бара ол үлкен адамға айланып бастайды. Ата-анасын іздеп бастайды. Ұлым алғанда өмірдің көптеген қиыншылықтарына ұшырайды да. Іләж жоқ, заттың өзі жоқ деп көпшілік айтады ғой. Сол неге өз перзенті үшін өмірменен күреспейді? Оны тастап кетуіне не себеп бола алады? Shundan keyin onkologiyasiga yetdik. Rak kasallikni davolash uchun onkologiyasiga yetdik. Ne kerak bo'lsa, doktor aytadi, "Mana shuning dorilar kerak." Bo'ldi. Sразу yurib, sразу kelar adam. Qo'limdan kelgancha. Shunda opam jon bilan nat turdi-da, kurash bo'lib turdi edi. Qo'limdan kelgancha yurib, natib shunchalik yurdim. Her daim opamga qarab yig'ilib yuradi-da. Shu narsani ko'rib, dim boshqacha bo'lib ketardim-da men. Opamga qarab yig'ilib so'raydi, "Opa, nechun yig'lab tursiz? Nechun yig'lab tursiz?" Hech narsa demas. Men o'lsam necha tasan deradi. Her daim shu gapni aytadi. Apa aytma, hammasi yaxshi bo'ladi, davolanamiz. Xudo xolasa ishlab joy olamiz. Shu kuni 20-dekabrda 7ga yaqin opam aytdi, "Balam chiqib tur" dedi.
Çıkıp dur dedi. Çıktım. Çıkkanımı bilemem. 5 minutdan keyin yesem apam yok. Bo'ldi. Yok. Şu yerine özünde işletişini bilmedim da. Kelle dıkıl kiyken yere başladı bilen kıçkırıyıp yatıp mı? Мехрибалов 2021 жылы президенттік қарарымен жабылды. Ол бірден жабылып қалмады да, арада уақытлар өтіп, сондай 1-2 айдан кейін өтіп жабылды да. Мехрибалов жабылған Шаңырақ балалар үйі түзілген да. Нүкісте сол бірінші Шаңырақ балалар үйінде болды. Кейін Темірөклер мектебіне военный лицейге тапсырғанмын. Біздер лицейде оқып жүріп, Темірөклер лицейінде тәдбірлер болады ғой, тәдбір қосық айту дегендей. Вот сондайларға қатынасып жүретін едік. В общем, сол лицейдің звездасы едік та. Bir мұғалім болатын еді, русский сабақтан беретін. Сол мұғалім жаңа конкурс топ берді да, біздерде Москвада болатын конкурс топ берді. Сол кастинг болды, кейін сол кастинг жауап шықты, өттіңіз, сондай поздравляю деді. Кейін біз қуанып. Бірінші турға қатысатын болдыңыз деген уақытта бізде бұл гәплерге онша сенбегенбіз. Хайран қалғанбыз да бір жағынан айтқанда. Сол Россияға барғанбыз, 1 ай davamında сол жақта болғанбыз. Қолдан келгенше сол жақта өздері таярлады, әрекет еттік. Сол сахнаға шығып, қосық айтып бердік. Apam kaçış болғаннан кейін менде не пул бар кисемде, не apam бар. Білесілер, мені әкем уже doğғанdan бері ажаш кеп келді. Мектепте оқып жүрген уақытымда bir bala vardı da. Şu bala bilen jora болып kaldı. Şu apam kaçış болғаннан кейін şu adam bana motivatsiya verdi da. Ey özüne gel, hemen her şeyi işip bilese. Поддержка, это hemen kolumdan gelince. Halamdan 1 milyon so'm pul so'radim. 1 milyon so'm berib turing dedim. Bo'ldi dedi. Beraman dedi. Keyin esa menga fistashka keldi. Fistashka ki şu badam suxa fruktlar. Keyin shu bo'yicha bozordan o'rganib chiqdim. O'zimni tovarimni ishlab chiqardim. Keyin esa brendim adini Dilimo deb qo'ydim. Apam dedi, Matchanova Dilafruza edi. Aparatlarını zakaz ettim. Aparatlarım şu gün pulunu alganda şu günü geldi tuttu. Töleip dışarımda vecini aldım. Hemen herse bak. Şimdi başlaş gerek. Çıkarttık man, else meçhul bir attık manla. Her bir çıkarken bir tane tava çıkardım, else açıldı. Bir tane tava çıktı, else açıldı. Kendisi dükkandan girdim. 93 milyon so'mlik savdo çıktım şu dükkandan. Tavalarımı satı çıktım. Kendisi motivasyonu diklendi. Oldu. Başlaş gerek. Muddeti geldi ku, karzın muddeti geldi. Hala bizden 1 milyon izledi. İşlep çıkarırlar adet, tavar. Keyin esa velosipedde tapşırık gelir edim. Kışta qiynaldım. Soğukta kolum netip ketadi ku. Özüm bilemen axı, shatib qiynalganimni, shatib shuning qiyinchilik vaziyatga tushganlarimni hammasini tushunib yetdim da men o'zim. Qiyin bo'ladi, asad bo'lmaydi, buni bilib shu biznesga keldim. ...24-yıl Mart'ta ijtimoiy himoya agentligidan telefon urdilar menga. Sana joy beriladi ekan. Joy qidirib boshladilar. O so'nib ketdim da. So'nib ketdim. Shular poddeşga aytib joy topib berdilar. Bo'ldi, men ayaqda shu joyni oldim. Uyni olgan vaqtimda, uyga ko'chajak vaqtda shunday ne bo'lib qoldi menda. Uyda o'tirib o'ylandim, bir o'zim o'ylanib o'tirdim. Uy bor, opa yo'q. Uyim bor, opam yo'q. Nechun mening bo'ldi? İkimiz yesek bo'lmasmidi degan savol keldi-da o'zimga. Davlat tomonidan joy berildi. Shu davlat tomonidan yuzta edim. Xudoy taolo o'zi yetiraveradi ekan. Nov qo'ysang ham maqsadingni, yaxshi niyating bo'lsa, hammasini yetiraveradi ekan.
Темірөклер мектебін бітіргенімізден кейін және сол үшеуміз біргелікті юридика факультетіне тапсырғанбыз. Және сол үшеуміз сол жерге кіргенбіз. Қарақалпақстан мемлекеттік университеті өзіміздегі юридика факультетіне тапсырғанмын. Ол жерге де льготамен оқуға кіргенмін. Сол біз мехрибалық үйін балалары болғанымыз үшін бізге отдельный сондай Ташкенттен оқуға кірді-кірмеді деген қарар басқа балаларға қарағанда бөлек шығады, оқуға кірді-кірмеді деген. Ijtimoiy himoya agentligi bizlarni 18 yoshga to'lganimizdan keyin Abdulaziz akamizga bir xonali uydan berdi, ham o'qishga kirimizga jardamlashdi. Byudjet bo'lib o'qishimizga. Prezident tomonidan Taxatash rayonidan bir kontli uy berildi. Hozir sol yerda yashab o'tirib. Қиыншылықтарға көбірек анам себеплі ұшырағанмын да. Ұлым алғанда сол мехрибалық үйінің баласы болғаным үшін мемлекет тарапынан біздерге жай басқаларға берді, бірақ маған жай берілмей қалды да. Себебі сол анамның атында Ташкентте кадастр базадан тексерілген уақытта анамның атында сол үлес шығып қалған. Шаңырақ кодексі бойынша мехрибалық үй баласы болса да жай берілу керек болған уақытта ата-анасының атында жай болмау керек екен. Сол менің анамның атында 33% үлес болған үшін маған мемлекет тарапынан жай берілмеді. Сол ұлыма менің өмірімде мехрибалық үйіне тапсырғалы бері көрмеген анам көбірек маған зиян берген. Мысалдар ұлым алғанда жылағанда да көпшіліктер біреулері көрсетпей жылайды, жалғыз болған уақытта жылайды, қасында ешкім жоқ болған. Біреулер көзіне жас шығармай қалбінің ішінен жылайды. Ішіндегі затты сыртқа шығармауға әрекет ететін адамдар болады да, дәртін. Kinolarni ko'rasiz-ku. Kinolarni ko'rganda onam men o'qishga kirdim deb kelsa, opasi so'nib ketadi. Hayotdan shu narsa-da. Ota-onang bu baxtni ko'paytiradi. Например, hozir men erishib ko'zimda quvonch bilan qaraydigan odam yo'q-da. 12 adam bo'lib yashaydik. 4 xonali uyda 12 adam. 2 og'am bor, 2 og'amning xotini bor, ularning bolalari bor, anam bor, xolam bor. Men borman. Hech narsadan nolmayman. Ikkinchi imkoniyat hadam bor odam. Tom aytadi, men siz necha tip bilasan, navoiy eshitib bilasan. Deradi-ku. Shu aytacakman. Daha şükür astan eshitibmiz. Hamma narsa yaxshilikka. Hamma narsa yaxshilikka. Bir odam hech narsa aytib bilmaydi. Bir odam o'zi hech narsa aytib bilmaydi. İnson degan narsa bir-birisini poddeshatib yuradi. Bu sotsium, bu ko'plik. O'zimga shunday maqsad qo'yganman, balam bo'lsa, Xudo xolasa balam bo'lsa, shunday tarbiyalayman, o'zimga yetmagan vnimayanda unga borib, shu yaxshi bir odam etib tarbiyalayman. Ertaga bir kun sotsiumga bir o'zini o'rnini topib yetsin deb. Hech qachon to'xtamanglar. Qiyinchilik bo'ladimi? Har xil vaziyatlar bo'ladimi? Nima bo'lgan taqdirda до конца borish kerak. Ham bu hayotda hamma narsa bo'ladi, hamma narsaga chidash kerak. Yana bir qorong'u tun ortda qolar, quyosh chiqar tunni unutgin deya. Yangiliklar gazetlarda maqola, jar solar dunyoga yangi kun deya. Qalbim ovozim meni uzoqlarga tortadi, kechagi qiyinchilik qoldirib orqada. Ruhim va kuchim deydi, oldinga bor dedi. Qorong'u bo'lsa ham yo'ling maqsading yoritadi. Sen dunyoga nima berding o'zingdan so'ra. Haqiqiy inson bo'lish bu katta jasorat. Qancha yo'llarni sen kezding, oqmi yo qora. Harakatdan to'xtama, hayot sinovdan iborat. Sen dunyoga nima berding o'zingdan so'ra. Haqiqiy inson bo'lish bu katta jasorat.
qancha yo'llarni sen kezsang oqmi yo qora, harakatdan to'xtama, hayot sinovdan iborat. Yana to'xtamasdan intilar odam, ko'zda yoshlar aylanadi kulguga. Sovuqdan keyin nurga to'lsa olam, tushunaman men yomon kun ham tugar. Yangi imkoniyatlar menga eshigin ochar, zulmat bekinib quyosh o'z nurini sochar. Haddimni baland tutaman, qo'rqoqlar qochar, orzularga qandoq insonlar uchar. Sen dunyoga nima berding o'zingdan so'rab, haqiqiy inson bo'lish bu katta jasorat. Qancha yo'llarni sen kezsang oqmi yo qora, harakatdan to'xtama, hayot sinovdan iborat. Sen dunyoga nega kelding, o'zingga so'r savolni. Ulg'aydi yosh, yurma bekor, rivojlantir makonni. Ojizmasdan suyanching bor zamonda, imkoniyat zo'r. Inson qadri ulug'lagan inson uchun vatani. Sen dunyoga nima berding o'zingdan so'rab, haqiqiy inson bo'lish bu katta jasorat. Qancha yo'llarni sen kezsang oqmi yo qora, harakatdan to'xtama, hayot sinovdan iborat.